Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Мейіргүл Оңғарованың «Сүй жаным» атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Серік оқуға түскен жылы жүрек талмасынан әкесі қайтты. Шешесі бұл ес біліп қалған шағында дүние салған. Жалғыз бауырымен тағдырдың тәлкегіне түскен Серік өзін қалың қар арасында жалаң аяқ қалғандай сезінді. Омбы қар құрсауынан жанталасып шыға алмайды. Жанұшырып әлдебір таңғажайып құдіреттен көмек күтеді. Інісі интернатта, өзі жатақханада. Бір кездері сәби күлкісі мен жұбайлардың бақытты үні естілген қала шетіндегі 4 бөлмелі үйлері бұл күнде өңі етіп ескіріп қалған. Қаңырап тұр, ішіне кірсең, даңғарадай 4 бөлмеде дауысың жаңғырады. Тау ішіндегі жаңғырық тәрізді кілем де, қабырға да орнында. Бірақ шаң басқан үйде тұратын тірі жан жоқ. Тым құрыса, пәтер ретінде жалға берейін деп ойлаған Серік бұл ойынан тез айныды. Анасы мен әкесінің иісі сіңген төсекті бөтен біреудің иеленгенін қаламады. Анасы ұстаған заттарға басқаның қолы тимесе екен деді. Сүртілмеген шаң-шаң терезенің беріктігін сыртынан бір тексерген Серік есікке салынған қара құлыпты қайтадан тас қылып бекітті. Әкесі: «Балам, бар болашағың білімде, оқы, қолыңа күректе диплом алсаң, аш қалмайсың» деп Серікті жастайынан білім мен спортқа баулыды. Мектепте ағылшын тілінен олимпиадаға қатысып, бірінші орын алып келгенде марқұм әкесі көзі жасаурап Серікті құшақтай алған. Таңертең 2 ұлына жаттығу істететін. Содан ба 2 ұлы да сымбатты болып өсіп келеді. Өзі өмір бойы күзетте істеді. Азын-аулақ айлығына 2 баласын жетілдіруді ойлайтын. Серік үй жұмысына да, сырт жұмысына да бірдей пысық болып ержетті. Енді қызығымды көрсетемін бе дегенде, әкесі мезгілсіз дүниеден өтіп кетті. Жұмыста жүрген кезінде жүрегі тоқтап, құлап түсті. Сол құлағаннан тұрмаған. Бір рет болсын әкесінің жүрегім ауырады дегенін естімепті. Бәлкім, өзі де жүрегінің ауыратынына мән бермей жүре берді ме, кім білсін. Әкесі небәрі 41 жаста болатын. Соңғы сөзінде айтып үлгермей демі таусылыпты. Серік сол күннен бастап күрт өзгерді. Артынан ерген өзінен 6 жас кіші інісі Беріктің бар сүйенері өзі екенін түсінді. Бүгінде Берікке азық-түлік алып келе жатыр. Интернатта 5 мезгіл тамақ берсе де, Беріктің қарны ашып қалар деп апта сайын інісіне азық-түлік әкеліп тастайды. Кейде сабақтан тыс уақытта ағылшын тілінен репетитор болып тапқан ақшасын жинап, асханаға барып, бірінші кезекте қарындарын тойдырады. Беріктің интернаты жылы, іші жарық, сабақты да жақсы оқытады. Серік інісін көріп, көзі тойып, мауқы басылған соң жатақханасына қарай аяндады. Жатақханада 4 бала болып бірге тұрады. Серік оқуымды бітіріп, диплом алуым керек деген оймен күні-түні сабақ оқиды. Арасында репетитор болып, ағылшын тілінен кішкентай балаларға сабақ береді. Інісінен келіп, жатақханада көз шырымын алайын деп, жастыққа басын қойғанда, ұялы телефоны шыр етті. «Алло?» Серік телефонды еріне, құлағына тақады. «Алло, Серік Бекенұлы?» «Иә, мен сізді интернет арқылы тауып хабарласып тұрмын. Атым Ақмарал. Ағылшын тілінен сізден сабақ алайын деп едім. Орын бар ма? Сабағыңыз қанша тұрады?» Жоқ, мен жеке үйге барып оқытамын. Әзірге кеңсем жоқ». «Тіпті жақсы, сағатына 6000 берейін. Үйге келіп оқытып кетіңізші. Ертеңнен бастасақ бола ма? Кешкі 6-дан 7-ге дейін». Жарайды, мекен-жайыңызды хабарлама түрінде жазып жіберіңіз». Серік қапелімде сасқалақтап қалды. Кішкентай балаларға ғана сабақ беріп көріпті. Ал қыз балаға бұл оның тәжірибесінде болған емес. Сонда да тәуекелге бел буды. Ертесіне Серік хабарлама арқылы келген мекен-жайды жаяу жүріп, әлең тапты. Кілең зәулім үйдің арасына топ ете түсіп, адамдар қалай бай тұрады деп таңғалып келе жатып, 71-ші үйге де жетті. Хан сарайындай биік үй екен. Мәссаған, ішінде қанша адам тұрады екен? Кімнің үйі деген ой бірінен кейін бірі көз ілеспес жылдамдықпен зымырап миына қонақтап жатыр. Еменіп сыртқа қоңырауды соқ саусағымен басты.
Қоңыраудың жоғарғы жағында қызыл тетігі жанып өшіп камера тұр. Дәу де болса бір дөкейдің қызы ау. Иә, бұл кім? Қоңыраудың қыздың биязы дауысы шықты. Бұл Серік Бекенұлы, ағылшын тілінің репетиторы. Есік ашық, кіре беріңіз. Ауыр есік сырт етіп ашылды. Серік құдды ертегі әлеміне тап болғандай жан-жағына аңтарыла қарады. Үйдің ауласы жұтынып тұр. Мұнтаздай таза, салтанатты. Демалып отыратын сәкісі күнге шағылысып жалт-жұлт етеді. Құдды алтыннан жасалғандай. Мынадай шыршаларды өмірінде тірідей көрмепті. Түрі де, тұрпаты да басқа. Серік жүрегі тарсылдап, зәулім сарайдың есігіне баспалдақпен жайлап көтерілді. Неткен әдемі үй. Есікті ашқан бойжеткенді көрген Серік қалшиып бір орнында тұрып қалды. О тоба, хор қызы дерсің, үріп ауызға салғандай, тұла бойында бір мің жоқ. Аққұба келген, қара көзді, бұйра шашты, йылған қасты, мінсіз мүсінді бұндай сұлуды көрген көзде арман жоқ шығар. О құдайым, Серіктің тілі байланып қалғандай. Бойжеткен әппақ тісін көрсетіп, күлім қақты. Кіріңіз, Серік Бекенұлы. Ары қарай не болғаны Серіктің есінде жоқ. Сұлудың әр қимылына сұқтанып қарай бергенін біледі. Не айтты, не қойды, не үйретті. Соңында Ақмарал: Серік Бекенұлы, сіздің сабағыңыз маған ұнады. Ертең де келе аласыз ба деп, бұны есікке дейін шығарып салды. Алған әсерінен әлі де арыла алмай аяңдап келеді. Бұндай сұлудың көз қиығы өзін жанай өткенінің өзі үлкен бақыт екен. Серіктің бойын қуаныш кернеді. Шіркін, әйелім болса. Осы ой сумаң еткені сол. Серік өз-өзінен шошып, басын ұрғылады. Ей ақмақ, сен оның теңі емессің, дейді ішкі дауысы. Бұл туралы ойлама. Әкесі бірақ күнде жер бетінен жойып жіберер сені. Есіне інісі түсті. Сол бойда тарыдай шашыраған ойын жиып алды. Дұрыс жүрмесе, кесірі інісіне де тиерін бұл жақсы түсінеді. Ертеңіне сол бір хан сарайындай зәулім үйге тағы барды. Бойы кешегідей емес, үйреніп қалыпты. Ақмаралдың көркінен көз алу мүмкін емес. Қою, ұзын кірпігін қағып жіберіп сабағына бар ынтасымен кіріскені қызық. Уыздай уылжып тұр шіркін. Әр қимылы өзіне жарасымды. Сәбидей бұртиып қалатыны бар екен. Жанарына түйісіп қалса, аузындағы сөзінен шатасып тұтығады. Бұндай сұлу жанарға күмп беріп, түсіп кетсең де арман жоқ. Ақ білегімен толқындай бұйра шашын артына сілкіп жібергенде, Серік ішінен «Ах» дейді. Серік те ұзын бойлы, сымбаты келіскен өңді жігіт. Екеуін қатар қойса, бір-біріне жарасып ақ кетер еді. Әттең, бұл Ақмаралдың жанынан табылуға лайық емес. Тасып жатқан дәулеті, сүйенер әкесі, қамқоршы анасы жоқ жалаң аяқ студент қана. Серіктің бұл үйге келіп жүргеніне бір айдан асты. Күнде емес, аптасына 3 рет келеді. Өзінше сан салонына барып, азын-аулақ ақшасына шашын сәндетеді. Өзіне жақсы киімдер ала бастады. Бұны көрген інісі: ағатай, ғашық болып қалғаннан саумысың деп қулана күлген. Әй батыр, қайдағы жоқты айтпа деп інісінің басынан бір шертті. Бүгін Ақмаралға баратын күн. Сәнденіп, таранып, үстіне иіссу сеуіп көз таныс болып қалған көшемен жүріп, Ақмаралдың үйіне жетті. Бүгін Ақмаралын көреді, иісін сезінеді. Ерекше құлпырып кетіпсің. Берік бұл сөздің аузынан қалай ытқып шыққанын аңғармай қалды. Сасқалақтап бекер айттым-ау деп бармағын тістеді. Ақмарал құлағына дейін қызарып, төмен қарады. Үндеген жоқ, жылы жымиды. Бұл жымиыс Серіктің жүрегіне майдай жақты. Ақмарал, менімен бірге көшеге шықсаң қайтеді? Анау тұсқа дейін бірге барайық. Сосын мен сені қайтып әкеліп тастаймын қақпаға дейін, деді Серік сабақ біткен соң. Неге? Не үшін, деді Ақмарал. Жай, бүгін күн сондай тамаша. Жарайды, жемпірімді алайын. Серік қуаныштан жарылып кете жаздады. Екеуі аяңдап келеді. Ақмарал, ағылшын тілің жақсарды ма? Қалай ойлайсың? Иә, мәтін құрап сөйлей алатын болдым, байқаған шығарсың.
Әрине, сен сабақты бірден ұғып алатын елгезек екенсің. Бүгін соңғы сабақ қой, білесің бе? Не? Серіктің іші қылп етті. Соңғы сабақ деп ойламапты. Қалайша оны ойламаған? Ақмаралын соңғы рет көріп тұр ма? Ақмарал, саған хабарласып тұрсам бола ма? Әрине, бірақ мен үйден көп шыға алмаймын. Әкем қатал. Білесің бе сосын, жақында Америкаға кетуім керек. О, Америка деген тамаша ғой. Серік өзі атын естісе де, затын көзбен көрмеген алып елді ойша шарлап кетті. Бірақ Ақмаралы Америкаға кетсе, бұның халі не болмақ? Парша-парша болатын жұдырықтай жүрегін ойлады. Жатақханаға келіп, таңның тез атуын тіледі. Ертең болса екен, Ақмаралына хабарласып, халін білгісі келіп бара жатса да, өзін тежеді. Ертең, бүгін ағылшын тілінен не оқыдың деп сылтау тауып хабарласып көрмек. Серік тәтті қиял құшағында қалың ұйқыға батты. Таң бозары батып, дөңгеленген дүние жүзіне жетер шуағын бұл қалаға да аямай төкті. Серік ұйқысынан тұра сала сабағына жүгірді. Сабақ арасында бірнеше мәрте телефонына көз жүгіртіп, бірнеше мәрте хабарламаны жазып, қайта өшірді. Ақмарал, сәлем, жағдайың қалай? Бүгін ағылшын тілінен не оқыдың? Жоқ, болмайды. Ақмарал, сәлем, кешегі мәтінді оқыдың ба? Болда болмайды, біртүрлі қисыңсыз. Сәлем, Ақмарал, кешегі мәтінді оқыған шығарсың, саған ұнады ма? Келіспейді. Сөйтіп отырғанда келесі сабақ басталып, хабарлама жазылмай қалды. Ешкім жоқ жерде оңаша жазғысы келді. Сабақтан кейін жатақхананың оқу залына барып, іркіліп ұзақ отырды. Қалай жазсам екен? Тәуекел. Ақмарал, сәлем, жағдайың қалай? Хабарлама тың етіп, Ақмаралдың телефонына жіберілді. Қанаты бар құстан да жылдам ұшып кеткен шығар. Серік бір түрлі күйде ішінен қылпылдап отыр. Жауап бере ме, бермей ме? Жә, оқыса да риза бұл. Арада 7-8 минут өткенде Серіктің телефоны тадам деп қысқа әндетті. Өй, Ақмаралдан жауап келіпті. Сәлем, Серік, кешеден бері неге хабарласпадың? Күттім ғой. Серік өз көзіне өзі сенбей, бір сөйлемді 1000 рет оқыды. Ақмарал деп бадырайып жазылып тұрса да, хабарламаның дәл осыдан келгеніне сенгісі жоқ. Әсіресе деген, күттім деген бір ауыз сөзі Серіктің көңіліне үміт отын жақты. Серік, бүгін кездесейік, үйіңнің маңайындағы аялдаманың жанында деп жауап қайтарды. Көп ұзамай Ақмаралдан хат ұшып келді, сағат 7-де депті. Серік пен Ақмарал аялдаманың жанында кездесіп, тазалау жерге барып оңаша сөйлесті. Серіктің қолы Ақмаралдың ақ білегіне абайсызда тиіп кетіп еді. Қыз қарсыласқан жоқ. Серік Ақмаралдың қолынан алақанын тигізді. Алақаны күйіп барады. Екеуі қол ұстасып біраз тұрды. Көп нәрсе айтылған жоқ. Бұндайда бірақ артық сөз де керек емес. Тек көздері түйісіп қалғанда екеуі де құлақтарына дейін жалынып кетеді. Қыз бен жігіттің бір-бірін сүйіп қалғаны анық белгілі болды. Ақмарал, Серік қызды қыпша белінен құшақтады. Бұл жолы да бойжеткен екеуі қарсылық танытпады. Жайлап бетіне бетін тақады. Беті жалындап тұр екен. Ыстық демі сезілді. Ерніне ернін тақады. Құлпынайдай тәтті ернінен қадалып сүйді. Қыздың денесі діріл қағып, жігіттің құшағына құлай берді. Ақ желкенді қос қайық тәтті ләззат мұхитында баяу жүзді. Ерін мен ерін вальс биледі. Осы сәт ешқашан үзілмесе екен. Серіктің ерніне көз жасының көрмек дәмі сезілді. Шошынып, Ақмаралдың көзіне жалт қарап еді, қыз жылап тұр екен. Ақмарал, жаным, Серік, екеуміз бірге бола алмаймыз, білесің бе? Жаным, олай демеші. Білем, мен сенің теңің емеспін. Жоқ, олай емес, мүлде олай емес. Не дейсің? Мен те сирек кездесетін ауруға шалдыққам. Ген арқылы тараған ауру, түсінесің бе? Жақында Америкаға емделуге кетем. Не, Ақмарал, жаным? Серік төбесіне тас түскенде тұрып қалды. Бұндай ой үш ұйықтаса да түсіне енбеген. Осынша сұлу хор қызына жабысқан қандай кесапат. Ол маңызды емес еді. Маңыздысы, Серік Ақмаралды қандай болса да шын сүйе бермек. Бұл сезімі мәңгілік. Ақмарал, мен сені сүйемін. Басқасы маңызды
айтшы, мен сені өзіммен бірге алып кетемін. Мен де жалғыз інімнің өзге жақыным жоқ тірі жетім едім. Сені кезіктіріп, күрең өміріме күн кіргендей, дүниеге жаңа келгендей сезініп жүрмін. Сені өмір бойы осынша сұлу қалпыңда сақтаймын. Менімен бірге жүрші, алтыным. Ешкім естімейтін жаққа кетейікші. Менің жанымда болшы, тастамашы мені. Серік Ақмаралды бетінен, көзінен сүйе берді. Ақмарал жылағанын қойып, Серікке еркелей қарады. Кенет Ақмарал деп таңданған дауыс шықты. Құшақтасқан екеуі дыбыс шыққан жаққа жалт қарап, дереу бір-бірінен алыстады. Әпкем ғой, жақсы, мен кеттім. Ақмарал әпкесіне қарай жүгіре жөнелді. Серік сен соққандай состиып тұрып қалды. Жатақханаға бара салысымен Ақмаралына қоңырау шалған. Жауап бермеді. Қатарынан 5-6 хабарлама жіберген. Тым-тырыс. Серіктің жүрегі бір жамандықты сезгендей алабұртты. Жаңа ғана көз алдында болған оқиға тәтті елес секілді өзінен алыстап бара жатқандай. Қош деп қол бұлғап, көз ұшынан қара ноқатқа айналып жоғалатындай, өзін қоярға жер таппай тыпыршып кетті. Күн де сүрілді. Бір хабар күте-күте жігіттің тағаты таусылды. Тағы қоңырау шалып еді. Ақмаралын телефонын өшіріп тастапты. Серік Ақмаралын бір көруге зар болды. Күнде сабақтан кейін әлгі үйге аяғы тартады да тұрады. Қоңырауын басады, ешкім жауап бермейді. Америкаға кетіп қалды ма екен? Қалайша маған бір ауыз ескертпей кетті, деп санасын сансыратқан мың сұраққа жауап таппай дал болды. Бүгінде үкілі үмітін арқалап, зәурем үйдің қоңырауын басты. Тәпішкінің дауысы естілді. Біреу келе жатыр. Ақмаралдың нәзік жүрісіне ұқсамайды. Тарс-тұрс еткен дөрекі жүріс. Біреу келе жатыр. Ақмаралдың есікті жұлқып ашты. Егде тартқан еркек көзі жыпылықтап тұрған Серікке қарап, «Әй бала, кім керек саған?» деді. «Ақмарал бар ма? Ақмаралды қайтейін деп едің? Қазіргі жастар не деген ұятсыз, арсыз болып кеткен. Ұялмайсың ба үйге іздеп келуге? Үлкенді сыйлаудан қалған бұлар. Жоқ, Ақмарал, кет әрі». Серік тұтығып қалды. «Аға, Ақмаралмен бір тілдессем болды». Үні жалынысты шықты. «Жоқ, Ақмарал, Ақмаралдың тырнағына да татымайсың, жетімек қой-кедей». Серіктің құлағы шыңылдап кетті. «Қой-кедей деді ме? Жетімек деді ме?» Тас керең болып қалғыр құлағы бұл сөзді де естіді. Намыстанып өртеніп кете жаздады. «Қой-кедей жетімекті көресіңдер әлі». Көз жасы жанарына үйіліп тұрса да, сыртқа шығармады. «Көз жасымды көрмейсіңдер сендер. 6-шы сыныпта деймін. Серік мектепте балалармен төбелесіп, 3 бала жабылып ұрып, таяқ жеп қалған. Ол кезде шешесі де, әкесі де үйде. Бір саусағы сынып кетіпті. Үйге аңырап келді. Таяқ жегеніне табылдырық кінәлі секілді, аяқ киімін екі жаққа атып жіберді. Баласының бұл түрін көрген шешесі байек қағып, «Байғұс балай, тыныш жүрмейсің бе?» деп шырылдап кетті. Саусағын ұстап қалып еді, бұл шыр етті. Көзінен ащы жас атқылады. Сонда әкесі, «Өй еркек, сен еркексің ғой, жігіт деген жыламайды» деп күліп отырып, саусағын салып берген. «Неге күлесің әке, ауырып барады?» деп, сол күйі не үшін әкесінің көңілді болғанын түсіне алмады. Қазір бақса, баласының ер жеткеніне, жігіт болып төбелеске жарағанына қуанып күлген екен ғой. Әкесінің сол сөзі ойына оралған. Серік тістеніп келеді. «Әкешім, анашым, мені естіп тұрсыңдар ма?» «Білем, мені естіп тұрсыңдар, жай ғана көрінбейсіңдер. Мені естіп тұрсыңдар сендер, мені әлі-ақ көрсетемін оларға». Серік булығып қалды. Олар дегені кім екенін өзі де ұқпайды. Бұл Серіктің маңдайына жазылған тағдыры. Тағдырымен тайталаспақ па? Алдын ала жазылып қойған жазмышты тас түспінен, бой бермей өсіп шыққан өсімдік секілді, жарып өтіп өзі соқпаған салмақ па? Бұған күш қуаты жете ме бұның? Әлі келе ме? Бұғанасын бекіп, буыны қатпаған інісін арқасына байлап алып, ең далаға екі қолын төбесіне қойып, безіп кетсе ғой. Шетел асса да сұрауы жоқ жетімек. «Я, жетіммін, кедеймін, сонда сүюге құқығым жоқ па?» Ермек өз-өзімен тайталасып келеді. Бұл сұрақты кімге қоярын білмейді.
Сүмендеп келе беретін ит емес қой. Кет дегенде ит те жөнін табады. Серік енді бұл тұсқа қайтып келмеске бекінді. Алғашқы тәтті сезімін ойша жерледі. Ақмаралды ұмытам. Қанша ұмытайын десе де, сол бір аяулы сезімін әлі жүрегінің түбінде көздің қарашығындай қорғаштап, сақтап жүр. Былтыр университет бітіріп, Астанаға жұмысқа тұрған. Астананың ең қымбат қонақ үйлерінің бірінде ресепшн болып орналасты. Шет тіліне судай сымбатты, жас жігітті ірі компаниялар бірінен соң бірі жұмысқа қоймастан шақырған. Серік жалақысы жоғары қонақ үйді таңдады. Берік Алматыда, әлгі интернатта. Демалыс сайын барып тұрады, кейде Астанаға алдыртады. Азын аулақ қаражат қорын жинап, бір бөлмелі пәтер сатып алды. Жұмысына өзіне ұнайды. Айналасында жүрген не бір тотыдай, таранған сұлу бикештер ыңғай берсе, жігітті жұлып әкетуге даяр еді. Бірақ Серіктің жүрегі бос емес. Мөлдіреп тұрған кіршіксіз сезімін ойлайды. Аяулы Ақмаралын іздейді. Тағы да қиялға беріліп отырғанда, қонақ үйдің кіре берісіндегі шыны есік ашылып, сондай таныс, сондай жылы жүз көзіне жарқ етті. Қонақ үйге кіріп келе жатқан қолында шабаданы бар бой жеткен Ақмарал еді. Иә, дәл сол Ақмарал еді. Серікті жазбай таныған Ақмарал сұрқ тұрып қалды. Қасында әкесі бар. Иә, кезінде жетім деп бұны ит сияқты қуып жіберген долы еркек. Серік түсініксіз күйде не істерін білмей тұрып қалды. Ер адам, 2 бөлек нөмір беріңіз деді бұған қарап. Бұның состиып тұрғанын көріп түсінбей, ол да Ақмаралға жалт бұрылды. 2 нөмір беріңіз бөлек деді, сосын тағы да. Серік ер адамның өзін танымағанын көзінен түсінді. Сұрағанын берді. Ақмарал болса, сол күйі тіл қатпай бұрылып, әкесінің артынан ілесті. Серік жұмыстан кейін Ақмаралмен бір тілдесуге бекінді. Ол 3-ші қабатқа көтеріліп, Ақмаралдың бөлмесінің алдына келді. Есікті қағайын деп, оқталып, оң қолын көтерді. Ар жақтан сытыр еткен дыбыс естілмеді. Айнадай жарқырап жатқан дәлізде тым-тырыс. Тық-тық, есікті Ақмаралдың өзі ашты. Жуынып шыққан тәрізді, толқындай бұйра шашы сусу болып, нәзік иығына асылып тұр. Үстінде қауырсындай жеңіл желбегей халат. Бетіндегі азғантай бояуды ізін қалдырмай жуып тастапты. Тым табиғи қалпында, одан да ажарлы көрінеді. Есікті ашқан Ақмарал ләм демей артқа шегінді. Кір дегендегісі. Серік бөлмеге кіріп есік сыртынан жапты. Ақмарал, қалың қалай? Өзің көріп тұрғандай, сен қалайсың? Жаман емес, сені көрем деп ойламадым. Иә, дәл бұлай кездесеміз деп кім ойлаған? Ал мен тұрмысқа шықтым, сен ше? Солай ма? Міне жаңалық. Кімге? Сен ше, Серік? Міне, Серік сақина салынатын саусағын ымдады. Бойдақпын дегендегісі. Сонымен, ол бақытты жан кім? Жарты жыл бұрын ажырастық, сен екеуміз танысқан жылы есіңде ме? Сол жыл Америкаға барып емделдім. Әкем де, анам да сенімен сөйлесуіме қатты қарсылық танытты. Ескі достарының баласымен таныстырды. Соған тұрмысқа берді. Басында бәрі жақсы басталған. Бәріне кінәлі өзім. Я сол күйе бала сүйе алмадым. Соңында әке-шешем мен оның әке-шешесі өзара ортақ шешімге келіпті. Я солай ажырастық. Ұрыс керісте, кикілжіңде болған жоқ. Үнсіз ажырастық. Менің жағдайым осындай. Дәрігерлер өмір бойы ана бақытын сезіне алмайтынымды айтты. Ақмарал шаң, басқан жауһардай күрең көрінді. Аққұба енді өңі қара қошқылданып кеткендей, Серік үндемеді. Тағдырлы сұлудың жанарынан терең мұң байқалды. Серік бұл мұңды сейілткісі келіп, Ақмаралға қарай жақындап, оны қапсыра құшақтады. Ақмарал, білесің бе, өзіңді бір көргеннен құлай сүйдім. Осы жылдар ішінде өзіңнен басқа бір ару, ойымды баурап, жүрегімді жаулай алмады. Менімен бірге болшы, сені бақыт етуге уәде берем. Серік салалы саусақтарымен Ақмаралдың бұйра шашынан аялап сипады. Осы сәтте кілтсіз есік сырт етіп айқара ашылды. Ақмаралдың әкесі екен. Құшақтасып тұрған екеуді көрген қыздың әкесі қалшиып тұрып қалды. Ақмарал жігіттің тас құшағынан сатылып шығып, әкесінің алдын кес-кестеді. Әке, сізге бәрін түсіндірем. Мен бұл баланы шырамытып тұрмын.
аспаннан салбырап түстің бе? Ақмаралдың әкесі Серікке бақшия қарады. Серік бұл суық, ызғарлы көзқарасты жазбай таныды. Әке, Ақмарал торға түскен тоты құстай шырылдап кетті. Әке, сіз маған еркін өмір сүруге ешқашан мүмкіндік берген емессіз. Өмір бойы сіздің ережеңізбен жүре алмаймын, тойдым. Бұдан әрі шыдамаймын. Бұл сөздер Ақмаралдың көкейіне жылдар бойы жиналған. Бұл жол арнасына симай, төгілген өзендей ақтарыла шықты. Қызым, не оттап тұрсың? Мен сен адам болсын деп қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Сондағы рахметің осы ма, қызым? Әлі-ақ сені Дастанның баласымен таныстырамыз. Өзіңнің теңің емес адаммен қалай өмір сүрмексің? Жоқ, мен оны сүймеймін, жанымда қаламайды. Қызым, еміңше? Менің емім махаббат. Мені шын махаббат қана құтқарады. Серікпен бірге кетем, әке. Ақмарал ес білгелі бірінші алғаш рет әкесіне өктем сөйледі. Бұндайды күтпеген әкесі жүні жығылған тауықтай салбырап қалды. Бір ғана сөмкесін сүйрей шыққан байдың қызы әкесін қонақ үйге жалғыз тастап, жігіттің артынан ірілесе барды. Серік Ақмаралды пәтеріне әкелді. Бәрінің осынша тез болып кеткеніне көңілі сеніңкіремей тұр. Ақмарал, әкеңді ренжітіп кеткеніміз дұрыс болмады. Серік, әке мені өзінің жеке меншік заты деп ойлайды. Анам қанша шыр-пыр болса да, әкемнің дегені біздің үйде бұлжымассаң, мен шынымен шаршадым. Бір түйір байлықтың керегі жоқ. Осы ауруымды толық жеңіп, өзім сүйген азаматқа тұрмысқа шығып, бақытты болғым келеді. Менің де бақытты болғым келеді, түсінесің бе? Олар түсінбейді. Ендеше сені бақытты қылатын адам мына менмін. Ақмарал іркіліп қалды. Тек менімен бірге болшы. Осы жалғыз тастамашы, Ақмарал. Серік Ақмаралды пәтеріне әкелді. Бәрінің осынша тез болып кеткеніне көңілі сеніңкіремей тұр. Серік сүйіктісінің бетін алақанымен ұстады. Мақтадай жұп-жұмсақ, Ақмаралдың денесіне құйып қойғандай жарасып тұрған желбегей халаттың бауын ағытты. Жалаңаш денесіне қолын тигізді. Демі жиелеп көзі қарауытты. Ыстық ерін ақ тамаққа қадалды. Гүлден бал сорған ара тәрізді, арына дақ түскен әйелдің әр денесін қалпына келтіргісі келіп, аялай сипады. Шалт кетсе, сынып кететін секілді. Желбегей халат қыздың қыпша беліне түсіп, жерге дейін оратылып жатыр. Жеп-жеңіл мінсіз мүсінді жерден оңай көтеріп алды. Серік, Ақмаралдың сыңғырлаған нәзік дауысы алыстан талып естілді. Түш, тек сүйші, сүй жаным. Бүкіл әлем бізге қарсы болса да сүйші. Қыз бен жігіт бір денеге айналып, бір ырғаққа елетті. Пәтер іші махаббаттың бал әуеніне толды. Терезеден ай сығалайды. Қою түн, күнәһар пенденің күнәлі тірлігін жасырғысы келгендей үнсіз. Бірақ бұл үнсіздік мұңды емес. Бұл арманға толы бақыт түні болатын. Қыз бен жігіт бәріне қолдарын бірақ сілтеп, телефондарын өшіріп біраз уақыт бірге болды. Пәтер қабырғасына махаббат хикаясы жазылды. Арада қанша күн өткенін де санаған жоқ. Екеуі бір-бірін өмір бойы танитын сияқты, сондай жылы, тәтті, бақытты күндерді бастан өткерді. Бұл ғаламда кіршіксіз сезімнен асқан ұлылық жоқ екен-ау. Бір-біріне ынтық қос ғашық махаббат айдынында еркін жүзді. Жандарының сондай ұқсас екенін түсінген сайын таңғалды. Серік Ақмаралдың өткен өмірін мәңгілікке өзі үшін жауып тастаған. Ешқашан қайтып, қозғамаға өз-өзіне серт берді. 10 күннен кейін Серік пен Ақмарал үлкендердің алдынан өтуді ұйғарды. Бұл екеуі үшін де ауыр қадам еді. Ақмарал тұнжырап жүр. Елікте ерке қыздың қабағына түскен мұң сондай сұрықсыз. Серік, мен әкемді білемін. Ол ешқашан келісім бермейді. Серік, бірдеңе істеші. Ақмарал, неге олай дейсің? Сенің бағыңды байламайтын шығар. Маған сенімді болсаң, басқасы түк емес. Қалайша түкті емес. Әкем мен анамның разылығын алмай кетсек, жолымыз ашылар ма екен? Алдарынан өту, перзенттік парызымыз. Әлі-ақ бірге бәрінде жеңеміз. Серік, дем жетпей, Серік теріс бұрылғанда талықсып бара жатқан Ақмаралды көрді. Көзі жұмылып, денесі жансызданып бара жатыр. Серік не істерін білмей, саз қалақтап, өшірілі телефонын асыға қосты. Жедел жәрдем шақырмақ. Сүйіктісінің әлдебір аурумен ауыратынын естісе де, мән беріп тыңдамапты.
Қыздың шағын сөмкесінен сырмасын ашып, ішіндегі заттарды түгел жерге шашты. Жанталасып дәрі іздеді. Тапты. Түтігі бар түсініксіз дәрі. Жедел жәрдем, тез жетіңіз, адам өліп барады. Серік жанұшыра айқайлады. Қол-аяғы дір-дір етіп, Ақмаралдың телефонын қосты. Тізім арасынан әкесінің нөмірін іздеді. Алло, аға, Ақмарал талып қалды. Амандасуға да уақыты жоқ. Бұндай кездері әр секундтың құны қымбаттайды. Тез қимылдап сөмкесінен ішіндегі түтігі бар флакондағы дәріні алды, мұрны мен аузына қатар салды. Тез, арада біраз уақыт өткеннен жедел жәрдемде зымырап жетті. Есінен танып жатқан қызды көлікке салып алып, ауруханаға құстай ұшты. Жүрегін қолына ұстап, алқынып Ақмаралдың әкесіне де жетті. Серікті көрсе де көрмеген болып түйіп өтті. Бауыр еті баласы өлім мен өмір арасында жатқанда, басқа нәрсенің бәрі бос далбаса еді. Ақмарал есін жия алмай, қиналып ұзақ жатты. Біресе жүрек соғысы жылдамдайды, біресе баяулайды. Әйтеуір кеудесіндегі жұдырықтай ет дүрсілдеп соғып тұр. Оған да тәуба. Ақмаралынан айырылып қалмаса екен, бұған Серік дайын емес. Енді бақыттың бал шырынын таттым ба дегенде, аяулы арманы қолынан сусып барады. Ақмаралсыз бұл дүниенің сәні жоқ. Асыл адам анадан бірге туса да, ұлы іңкәрлік басқа ешбір сезіммен өлшенбейді екен-ау. Ақмарал бірнеше сағаттан соң ғана көзін ашып айналасына барлай қарады. Палатаның алдында қарауылдай қақшиып тұрған екі еркек Ақмаралдың есін жиғанын көріп, балаша қуанды. Бұл оқиға Серік пен Ақмаралдың әкесінің арасында көзге көрінбейтін жылулық сезімін ұлғайтқандай еді. Серік үстінен ауыр жүк түскендей терең тыныстаған. Өмірлік тәжірибесі мол қарағы көз, мосқал кісі де Серіктің сезімінің шынайы екеніне көзі анық жетті. Келесі күні Ақмаралдың әкесі Серікті қолтығынан ұстап елдің көзінен тасалау жерге сүйреледі. Балам, қызымның қазіргі халін көзіңмен көрдің. Бұған қатты жылауға қайғыруға болмайды. Жүрегі әлсіз, туғалы дәрімен жүр. Осы қалпында қабылдай алатыныңа сенімдісің бе? Серік базын еседі. Қызымды осы қалпында қабылдап, өткен өмірін кешірем десең ақ батамды берейін. Бірақ қызым тым құрыса, жағдайы бар жерге барсын деп едім. Оған емделу керек. Баламның бағын байламаймын. Мойнына алуға әзір болсаң, қызымның жолында жаным құрбан. Серік Ақмаралдың қатал әкесінен бұндай сөзді күткен жоқ. Көз алдында шашын ақшала бастаған егде жастағы қажыған қарияға айналып кеткендей, бір түннің ішінде мүжіліп қалыпты. Серіктің жауабы дайын еді. Уәде, қызыңыз маған аманат деді сенімді түрде. Кеудесінде шыбын жаны бар жұмыр басты пенденің қым-қуыт тірлігі бітсе де, жанына сәуле түсіретін сол бір жанды іздеумен ғұмыр бойы шарқ ұрады. Сүйем деп өз-өзін алдап, шын махаббат дәмін сезінбей, аққан жұлдызбен бірге демі үзілетін пенделер де бар. Ең сорақысы да, жартысын таппаған жанының жарасын ауырсынуың. Серік пен Ақмарал бұл күнде шынымен бақытты. Алматының шетіндегі әке-шешеден қалған қара шаңыраққа өң бітіріп, сол үйдің түтінін түтетіп жатыр. Тағдырдың тәлкегіне әрқайсысы өзінің соқпағымен ұрынған қос ғашыққа еш құдірет кедергі бола алмады. Ауруханадан аурухана табалдырығын тоздырса да, үміт оты ешқашан сөнген емес. Бұл үйден әлі ақ сәбидің сыңғыр күлкісі естілеріне кәміл сенеді. Бастысы, бір-бірін аңсап, зарыққан қос жүрек әке-шешенің ақ батасымен бірге қайта соқты. Осымен әңгіменің соңы.